Қазақ тілінен сабағымыздың тақырыбы етістіктің шақтары. Етістіктің шақтары үшеу болады. Өткен шақ, осы шақ, келер шақ. Өткен шақ іс-әрекеттің орындалып болғанын білдіреді. Ал осы шақ іс-әрекеттің қазір орындалып жатқанын білдіреді. Ал келер шақ іс-әрекеттің енді орындалатынын білдіреді. Мысалдарға қараңдар. Өткен шақ ұшырылды, осы шақ ұшқалы тұр, келер шақ ұшырады. Дәптерлеріңді ашып, сәуірдің 6-сы етістіктің шақтары деп осы мысалдарды жазып аламыз. Кейін кітаптағы 79-шы бетте 3-ші жаттығу тұр. Бұл жаттығуда жұмбақ жазылған. Жұмбақтың шешуін тауып, әдемілеп дәптерге жазамыз. Жазып болғаннан кейін етістікті тауып, қай шақта тұрғанын төбесіне жазамыз. Мысалы, ызғып ұшып барады. Бұл осы шақта тұр, иә? Сол етістіктің үстіне осы шақ деп жазып, басқа етістіктерді тауып, төбесіне қай шақта тұрғанын жазып қоямыз. Үй жұмысы осы беттегі 4-ші жаттығу. Жаңылтпаш берілген. Жаңылтпашты жаттаймыз. Жаттап болғаннан кейін әдемілеп жазамыз. Жазып болғаннан кейін етістікті тауып, астын сызып, 2 сызық сызылады етістікке балалар. Төбесіне қай шақта тұрғанын жазып қоямыз. Сау болыңдар.